Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Қордай ауылы номер 2-ші Михаил Ломоносов атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әлімқожаева Гүлнара Ералиевна. Мен бүгін сіздерменен өзімнің 1-ші А сыныбында ана тілі сабағында өткен әдепті балалар, жуан және жіңішке айтылатын сөздер тақырыбындағы қолданған әдіс тәсілдерімен бөліскелі отырмын. Бала жасына сай қолданылған әртүрлі әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, сабақта мазмұнды, қызықты және тиімді етіп өткізуге болады. Бүгінгі көңіл күйлері қалай? Жүргенде қалай? Жүгіргенде қалай? Ұйықтағанда қалай? Ойнағанда қалай? Отырғанда қалай? Бүгінгі сабағымызға жақсы, жарайсыздар болар. Бүгініміздің ана тілі сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз бұған дейін барлық әріптерді біз ана тілден дауысты дыбыстардың нешеге бөлінетінін білдік. Қане кім сұраққа жауап береді? Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Әлем айтады. Дұрысталды? Ал қане жуан дауысты дыбыстарды кім атап береді екен? Айта ғой, қалыңыз? Жуан дауысты дыбыстар А, О, О, Жақсы, айта ғой. Жіңішке дауысты дыбыстарды адал? Айта ғой. Ол айтады. Қане толық кім деп жібереді, расын айта қойшы. Жіңішке дауысты дыбыстар Ә, Е, жарайсыңдар болар. Ал енді қазір ойын ойнайық, иә? Дауысты дыбыстарды қалай үйренгеніміз туралы, қалай еске сақтадыңдар, соны тексеріп көрейік. Қайтыңыз қазір шыбын ұру әдісі арқылы жуан және жіңішке дауыстарды айтамыз. Аружан келе ғой. Мен қазір айтқан белгілерге қарай орасында, иә? Бірінші жуан дауысты дыбыстар. Айта ғой, қай әріпті орамыз жуан дауысты дыбыстар? Дұрыс бастық па? О дыбысы дейді, және Аружан қай әріпті бақша? А дыбысы дейді. Дұрыс екен, иә балалар? Жақсы. Отыра қойыңдар, келесі. Әлішер. Кел әлемді. Тағы да жуан дауысты дыбыстар бізде қандай еді? Жуан. О, дұрыс айтады, иә? Әлемді қай жуан дауысты дыбыстарды басамыз? Әлішер дұрыс басты, О дыбысын, иә? Және О дыбысын басты. Дұрыс екен, отыра қойыңдар. Келесі оқушы, жіңішке дауысты дыбыстар. Жіңішке дауысты дыбыстар алмас еді ғой. Ғазизхан келеді. Жіңішке дауысты дыбыстар. Жіңішке дауысты дыбыстар бұрамыз, дыбысты атаймыз. Жіңішке дауысты дыбыстар. Өтіс айтады. Жіңішке дауысты дыбыстар. Алмастығы дұрыс, иә болар? Ö дыбысын басты. Ғазизхан, қай әріпті басты? Ұрсыш, иә? Қаттыра бара. Дыбысын басты, иә? Жақсы. Дұрыс па балалар, келісеміз ба? Иә. Келесі.
жіңішке дауысты дыбыстар. Келесі жіңішке дауысты дыбыстар қай дыбыстар екен? Ә мен ә дыбысы дұрыс, және Аделя дыбысы. Қай дыбысы екен? Ө дыбысы, иә, дұрыс көремей қалыппын. Ө дыбысы неге жіңішке дауысты дыбыстар екен. Жақсы. Енді қай дыбыс қалды балар? Жіңішке дауысты дыбыстар. Қай дыбыс қалды? Өткен сабақты қайталау мақсатында шыбын ұру әдісін қолдандым. Бұл әдіс балалардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады және олардың жас ерекшеліктеріне сай. Ал енді балалар бәріміз тақтаға қараймыз, иә, мына суреттерге көңіл аударайық. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Раян айта қойшы. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Балалар құстарға үй жасалады. Бұл балалар қандай балалар екен? Ақылды, мейірімді. Жақсы, отыра ғой. Келесі сурет бойынша кім айтады еді? Адина? Бала үй жануарға тамақ беріп жатыр, су беріп жатыр. Ол деген әдепті балалар. Жарайсың. Тағы үшінші сурет бойынша кім айтады? Аяжан? Әжеге бала сөмкесін көтерісуге көмектесіп жатыр. Ол әдепті бала. Әдепті бала, жарайсың. Келесі суретке кім айтады? Аренұр айтады ғой. Бала бұтағы сынып қалған ағашқа бұтағын байлап жатыр. Байлап жатыр, иә? Яғни не істеп жатыр бұл бала? Не істеп жатыр бала? Қағанатқа қамқорлық жасап жатыр, иә? Жарайсың, отыра ғой. Келесі сурет бойынша айта ғой. Алмас айта ғой. Бала әжеге ойын беріп жатыр. Бұл қай жерде? Автобуста. Жақсы. Қандай бала екен? Әдепті. Әдепті бала екен. Отыра ғой. Келесі сурет бойынша кім айтады екен? Адам? Қыздар гүлге су құйып. Қандай қыздар дейміз? Енді балалар, яғни барлық суреттен біз қандай балаларды көріп тұрмыз? Әдепті балалар көріп тұрмыз. Яғни біздің бүгінгі оқитын сабағымыздың тақырыбы қандай балалар туралы деп ойлайсыңдар? Балалар туралы екен бұл. Әдепті балалар туралы екен, иә? Жақсы. Ал енді балалар, біз қазір аудио жазбақтан әдепті балалар туралы мәтінді тыңдаймыз. Мәтінді тыңда. Әдепті балалар. Жақында Асанатаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асанатаның әсемжеге көмектесуге келісті. Толағай, ұлдар мал күтуге көмектессін, ал қыздар үйді тазаласын, деді. Балалар күнде ата мен әжеге көмекке келді. Көркемдері өссін, халыққа қадірлі азамат болыңдар, деді Асаната. Иллюстрация, аудио жазба тыңдау арқылы жаңа сабақтың мазмұнын болжайды. Мәтінді тыңдап, түсініп, сұрақтарға жауап береді. Мәтіндегі сөздерге дыбыстық талдау жасайды. Ол сөздердің жуан, жіңішке екенін ажыратады. Мәтінді жазған кім екен балалар? Әлібай, ол кісі біздің жерлесіміз, Жамбыл облысының Рысқұлов ауданында дүниеге келген жазушы атамыз. Жақсы балалар. Ал енді мәтін түсінікті болса, мәтінде балалар қайда барды? Кәне кім айтып жүреді? Балалар қайда барды? Аяжан айтып қойшы. Асанатаның баласы қалаға көшіп кетті. Балалар Асаната мен әсем әжеге көмектесуге келді. Жақсы, отыра ғой.
ризашылығын балаларға қалай білдірді? Аружан? Ал әжей? Алинұр? Әсемәжей дастархан жайды. Дастархан жайды. Дұрыс айтасың. Балаларға риза бол, иә, атай да, әжей де. Және дыбысы жақсы болады. Келісеміз бе? Иә. Әдетте деген сөзде неше дыбыс бар екен? 6 Айталық, 6 дыбыс бар екен. Нешеуі дауысты екен? Нешеуі дауысты екен? Үшеуі дауысты дыбыс. Үшеуі дауысты. Жақсы, отыра ғой. Келесі кел жеңіс. Балалар деген сөзде дыбыстық қалдау жасай ғой. Бұл жерде неше әріп бар екен? 7 әріп бар екен. Нешеуі дауысты екен? 3 дауысты. Жақсы, отырамын. Енді балалар қарашы, әдетті деген сөзді дауысты дыбыстары қандай екен? Дауысты дыбыстары қандай екен? Жіңішке, иә? Егер де дауысты дыбыстары жіңішке болса, сөзде дауысты дыбыстары жуан болса, кәне кім жуан сөздер айтып береді маған? Кәне мысал келіп айта қойшы. Бір сөзді. Жуан дауысты дыбыстар Сөз айта ғой, сөз. Жуан сөз айта ғой, жуан сөз. Жуан сөз айта ғой. алма, Жақсы, жетеді. алмұрт, Жақсы, отыра ғой. Жіңішке сөз айтамыз, жіңішке сөз. Әже, жақсы. Таңда? Әліппе, жақсы. Ән, жақсы. Жаңа сабақты қорыту мақсатында асық ойынын пайдаландым. Бұл ойын арқылы балалардың танымдық қабілеті дамиды. Және де олардың бойында ұлттық құндылықтар мен дағдылар қалыптасады. Бақ тұрасың ба? Қандай жақсы кешсің? Аса тұрасың. Ойын арқылы балалардың сабаққа деген қызығушылық мен ынтасы артады. Мына жерде жуан және жіңішке сөздерді астына жасырамыз, иә? Жуан сөздерді жуанның астына, жіңішке сөздерді жіңішкенің астына. Сабақ барысында топтық жұмыс ұйымдастырылды. Оқушылар 3 топқа бөлініп, жуан және жіңішке сөздерді ажыратып топтастырды.
жұртпен жұмыс жасау кезінде сөздерді топтастырып, олардың ортақ атауын атайды. жарайды, иә, бұл енді бір Бүгінгі сабақта қолданылған әдіс-тәсілдер тек сабақ мақсатына жетіп қана қоймай, оқушы бойында қызығушылықты дамытып, олардың ынтасын арттырып, ойын дамытып, және олардың бойында ұлттық құндылықтарды сіңіруге көп септігін тигізді деп ойлаймын.